Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз үй жағдайында тәтті чак-чактар жасайтын боламыз. Ең алдымен қант қосылған суымызға 3 жұмыртқаларымызды жарып, салып алатын боламыз. Мінекей, судан соң 1 шай қасық тұзымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Мінекей, келесі кезекте ұнымызды салып, араластырамыз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығуы қажет. Мінекей, содан соң тындыруға жібереміз. Міне біздің қамырымыз кішкене тынды, енді 2 бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігіне ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Міне осылай. Біздің қамырымыз не жұқа емес, не қалың емес, орташа болуы қажет. Міне осындай болып жайылуы қажет болады. Енді осылай кесіп аламыз. Яғни кеспес сияқты кессеңіздер болады. Міне осылай чак-чактарымызды барлығын кесіп шығатын боламыз. Енді қызып тұрған майымызға салып, қуырып аламыз осылай. Содан соң сүзгіштің көмегімен барлығын сүзіп алып аламыз. Міне, барлығын алдық. Біздің чак-чактарымыз дайын. Енді мейіздеріңіз болса, мейіздеріңізді қосып, сгущенкаларыңызды қосасыздар, яғни қоюланған сүтті. Қолдарыңызбен жақсылап араластырасыздар. Егер сгущенка болмаса, бал қоссаңыздар болады. Енді осындай формаларыңыз болса, салып аласыздар. Міне дәл видеодағыдай осылай тегістеп, әдемілеп, нығыстап, осылай салып аламыз. Содан соң 1 сағат, 2 сағат холодильникке жібереміз. Міне дайын. Енді формамыздан шығарамыз. Мінекей біздің чак-чактарымыз дайын. Осындай керемет болып шығыпты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Дүкеннің чак-чагынан қалыспайтын үй жағдайында жасалған чак-чактарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Ас болсын, сәттілік!